Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермендер, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Иә, сөзді жігіт бастайды деп күтіп қалыппын, енді кешіріңіз. Ауыл шаруашылығы саласында енді ауыз толтырып айтарлықтай жаңалықтар бар. Ауыл шаруашылығы министрлігі елімізде биыл ірі қара мал басының 5%-ға өскенін мәлімдеді. Ал солтүстік Қазақстан облысында бүгінге дейін 2 миллион гектардан астам алқаптың бидайы жинап алды. Қамбаға 3 миллион тоннаға жуық астық құйылыпты. Ақмола облысында осы күнге дейін егін алқабының 4 мыңға жуық гектары орылып, 3800 гектары бастырылды. Бұл тиісінше барлық егіс алқабының 85%. Диқандар мен малшылардың еңбегі карантинде керісінше жандана түскенде, оған мемлекеттік қолдауы да жоқ емес. Бір еңбек бағдарламасының өзімен қаншама отандасымыз кәсібін дөңгелетіп отыр. Бұл кәсібінің нәсібін көріп отырған Бақтыбай Жолдыбайұлы. Осыдан тура 1 жыл бұрын ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан жеңілдетілген несие алған. Қазір жылқы өсіріп, табыстың көзін тапқан. Айтуынша, шағын және орта бизнеспен айналысатындар үшін еңбек бағдарламасының тиімділігі орасан. Былтыр 2019 жылы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан 4 миллион несие алғанбыз. Соған 10 бие алып, қазіргі жұмысымыз халыққа саумал, қымыз, қолымыздан келгенше қызметіміз көрсетіп жатырмыз. Жалғыз қымыз бен саумалға қарап тұрмай, саумал мен қымызға келген халықтар сұраныстары құрт, май, ірімшік, кәдімгі үйдің айраны, үйдің сүтін сұраныста. Және де соған қосымша қойды да сұрап жатыр. Осыған байланысты ауыл шаруашылық қолдау қорымен бірге ары қарата дамытып, қой шаруасында өсірсек деген ойда бар. Егер сіз ауыл шаруашылығымен немесе ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіп түрімен айналысқыңыз келсе, және кәсібіңізді кеңейтуді жоспарлап жүрсеңіз, осы еңбек бағдарламасына қатыса аласыз. Тек кәсібін нөлден, яғни енді бастайтындар, бизнес бастау жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздерін оқығаны туралы сертификат әкелуі керек. Ал одан әрі аудандық халықты жұмыспен қамту орталығына өтініш тапсырасыз. 2017-2021 жылдарға арналған еңбек нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік бағдарламасы бар. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры осы бағдарламаның оператор ретінде мына шағын кәсіпкерлерді қаржыландырады, шағын несие береміз. Енді көп азаматтар осы несие алу үшін құжат жинау мәселесіне келгенде енжарлық танытатыны рас. Қанша құжат жинау керек, оны қайда бару керек деген сияқты мәселелерді көп білмей жатады. Мен айтар едім, бір кездері 15 құжат жинау керек болатын. Қазір осы құжат мәселесін оңтайландырып, бүгінгі таңда негізгі мысал үшін банктердегі жаңағы мерзім өткен берешегі бар ма жоқ па, жоқ болса соның жоқ екенін туралы құжат банктен, одан кейін банктен есеп шотын ашу керек, ол туралы құжат, одан кейін жалпы кепілдікке қоятын мүлігінің құжаты керек. Осы 3 құжат, одан кейін тағы басқа да бірнеше құжат бар, оны басқа жерден жинап жүрмейді. Ол біздің кеңсеге келгеннен кейін сол кеңседе толтырылатын құжаттар. Аталған бағдарлама аясында ауыл шаруашылығы бойынша 4 миллион, ал басқа кәсіп түрімен айналысамын деушілерге 6 миллион теңгеге дейін несие қарастырылған. Ол 6%-лық мөлшерлемемен 7 жылға дейінгі мерзімге беріледі. Ескеретін жайт, несиені 1 жылдан кейін қайтара бастайсыз. Ең бастысы, өзіңізге ыңғайлы кестемен төлеуге мүмкіндік бар. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының бүкіл облыста, облыс орталығында және Алматы қаласында, Шымкент қаласында, Семей қаласында филиалдарымыз бар. Сондықтан сол филиалдарға барып құжатты тапсыруға болады. Ал енді құжат мәселесінде тағы да бір айтатын нәрсе, бізде мынандай бір жақсы жаңалық енгізіп жатырмыз. Мына Қазагро холдингінің басшылығының бастамасымен мына несиеге өтінім беруді автоматтандыру жүйесін іске қосып жатырмыз. Айталық, мысал үшін, оған қандай құжат керек? Оған жаңағы өтінім берушінің жеке куәлігі, электронды цифрлық қолтаңбасы және кепілдікке қоятын мүлігінің құжаты ғана керек. Осы 3 құжатпен үйінде отырып-ақ online.fagri.kz деген портал арқылы өтінім бере алады. Алла қаласа, енді осы пилоттық режимде ғой қазір. Енді осы сәтті іске асып ары қарай жемісін беретін болса, облыстың барлық филиалдарына енгізу жоспарланып отыр.
Бұл автоматтандырылған жаңа жүйе мал шаруашылығына 4 миллион теңгеге дейінгі мөлшерде несие рәсімдейтін азаматтарға қатысты. Өтінімді жаңа жүйе 15 минутта мақұлдайды және 5 жұмыс күнінің ішінде несиеге қол жеткізуге болады. Сонымен қатар, аталған бағдарламаның тағы бір артықшылығы көп балалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға несие 4%-бен беріледі. Бұл ауыл бизнесінде жаңа шаруашылықтар құруға, жаңа қаржылық деңгейге көтерілуге мүмкіндік беретін мемлекеттік бағдарламаның бірі. Жақсы кәсіптің игілігі сізге де жұғысты болсын.